Hayırlı geç. Yine de Amangüller'de tanıştırıp gibi bugün bizge berilgen piyesa Saya Kasımбектің apayımızın ерекше күн piyesası. Сондықтан қазір сіздерге оқитын әйел Жанар Мақашева, күйеуі Елдар Отарбаев, қыз Арайлым Молқас, суретші Толқын Нұрбекова, жұмысшылар және Алихан мен Жасылық деген актерларымыз. Енді пьесаны оқуға кірісейік. Микрофон. Сая Қасымбек, ерекше күн. Әйел, күйеуі, қыз, әйел мен күйеудің қызы, суретші әйел, жұмысшылар. Ортаға қойылған үлкен қорапқа қуана қарап әйел тұр. Төрдің қақ ортасында ыдысқа арналған сервант. Қуанышты әйел сервантпен қораптың арасында жүгіріп жүр. Қорапты ашып, ішінен Мадонна тарелкасын алып кеудесіне басады. Жүгіріп барып сервантқа қояды. Алыстан қарап қуанады. Жүгіріп жүріп тарелкаларды түгел сервантқа жайғастырады. Осы кезде күйеуі мен қызы кіреді. Жұмыстан шаршап келген күйеуі әйелдің қуанышына мән бермей, қызы серванттағы Мадонна тарелкасын бірден көріп, анасына қосыла қуанады. Мадонна? Ой, шынымен Мадонна. Абайла. Сындырып аласың. Қане? Нені айтасың? Нені емес, кімді? Жаңа ғана Мадонналап жатыр едіңдер ғой. Ол кісі қайда? Несіне күлесің? Міне. Қане? Мынау әншейін тәрелке ғой. Папа, қайдағы әншейін тәрелке? Бұл маманың арманына айналған Мадонна тәрелкесі ғой. Мадонна? Неге Мадонна? Тәрелкенің ішінде Мадоннаның суреті салынған. Шик, соңғы мода. Мәссаған, небәрі әйелдің суреті салынғанына бола мода болғаны ма? Әлемді құпияға айналған Жаконданың суреті болса бір сәрі. Станок салған болмаш суретке бола. Ай, әйелдер ай, небәрі ас ішетін ыдысқа бола жүректерін сонша жарылып, Мадонна деп жүректерін жарылғанға үйге біреу келіп қалған шығар екен десем, болмашы тәрелкеге бола сонша қуан. Әйел мен қыз қуанғаннан тарелкеге қарап қалған. Маматай, қолыма бір рет ұстайшы. Болмайды. Сындырып қоясың. Сындырмайым. Абайлап ұстайым. Болмайды деген соң болмайды. Болды, қасарыспа. Құрбымның мамасы бұндай айтысты былтыр алған болатын. Мен де осындай тәрелкеміз қашан болар екен деп жүрем. Мама, олар тамақты Мадонна тәрелкесімен ішеді. Керемет болды, мама? Айтпа деймін. Бұл үйде бүгін тамақ ішіле ме өзі? Мен қазір. Қызым, тамақ ішетін тарелкаларды апаршы. Папа, Мадоннамен ішеміз? Тамақ ішу үшін алынған ыдыспен ішпегенде музейге сақтап қоямыз ба? Әрине. Сонша шулаған Мадоннаның басқа тәрелкеден не айырмашылығын барын көрейік. Қыз әкесінің жауабына қуанып, стол үстіне серванттан алған Мадонна тарелкаларын қоя бастайды. Әйел кіреді, стол үстіне қойылған тарелкаларды көргенде тілі байланғандай үнсіз тұрып қалады. Қыз бен күйеуі үлкен істі бітіргендей әйелге мәз болып қарайды. Кім? Нені айтасың? Мадоннаны қойған кім? Біз? Сендерге қолдануға рұқсатты кім берді? Мәссаған, енді тәрелкені қолдануға да рұқсат керек пе? Қызым-ау, неге сонша қорқасың? Тәрелкеге бұлар шешен жеп қоймас. Сендер менің бұндай бақытқа қолымның қандай жолмен жеткенін қалайша түсінбейсіңдер, сен түсінбейсің, қайдан түсінушең сен түсінбейсің. Құдай, ыдысқа бола сонша жылап. Ол жай ғана ыдыс емес. Арманымда аңсаған Мадонна. Әрең дегенде кредитке алдым, түсінемісің, мен кредитке алдым, әрең дегенде. Түсінікті дейді ғой. Не түсінікті? Ұзақ өмір сүретін ән. Балаштың ба? Ендігі жерде кредитті төлеу үшін ұзақ өмір сүрмегенде нен қалды? Жоқ, сен бар ғой, сен тәрелке алған кредитіңді толығымен төлеу үшін өлмеуге міндеттісің. Мысқылының түріне, сен бейшара Мадоннаның не екенін қайдан білуші? Ой, енді сізге кемеңгерлік бізге қайдан келсін? Ал Мадонна екен білдік. Онда тұрған не бар екен?
түбі тәрелке. Енді рас қой, басымызға жастанып жатпайтын шығармыз. Жастанатын нәрсені тапқан екенсің. Түкке тұрмайтын мысқылыңды қалтаңа салып қоя салшы. Жынымды шығарам деп әуре болма, қызым. Мадоннаға қолыңның ұшын тигізуші болма. Түсінің ба? Тамақ ішкенге тұтынып жүрген тарелкаларда жарайды. Ал Мадоннаны ерекше күні қолданатын боламыз. Біз Мадоннаны ерекше күні қолданатын боламыз. Азық-түлік салынған ауыр пакетті көтеріп алған, телефонды құлағына егімен қысып сөйлесіп келеді. Көңілді. Қойшы, рас па? Бәріне қай кезде үлгересің, ә? Ой, сол. Көрмемді өткізсем деп жан таласып айтпа деймін. Ол күн мен үшін ерекше күн болмақ. Тақырыбы өмір. А? Қайдағы сен өмірің, қойшы құрсын. Өмірің өзіне. Кәдімгі сен екеуміз сүріп жатқан өмірше. Тіршілік деуге мұрттың тіршіліктің шексіздігіне ешкім жете алмағандықтан өзім сүйетін өмірді алғым келді. Енді ол жағы құпия. Әлден айтып қойсам, естіп қойғам деп көрмеме келмей үйінде жатып алсаң ше? Ентігіп қайда барасың дейсің бе? Қарап жүргенше деп үйінен аттап шығуға ерінетін бай қатындардың азық-түлігін, тұрмысқа қажеттілігін тасып берем. Төлем ақысы супер. Несіне ұялады екем? Есектің артын жуда ақы сұра деген мақалды естіп пе едің? Азық-түлікті қайдан тасиды десей, супермаркеттегі құрбымның дүкенінен. Мен оған қалталы клиент. Ол маған саудасын супер бағамен жүргізгенім үшін процент. Қасқырда тоқ, қойдаман. Екі жақтан бірдей жеп бегемен шығып жатыр. Қараңғылыққа қолын созып қоңырау басады. Арғы жақтан пакетті алып бір бума ақшаны қолына ұстатады. Авансценаға шығып ақшасын шытырлата санап. Жақындап қалдым. Көрмеге қажетті қаржыны айтам. Ой, мына әйел ерекше деп. Бұл әйелдің ерекшелігі сол қаладағы ең үлкен маркетинг дүкендерінің қожайыны. Мені ерекше қызықтыратыны майлы бояудың неше атасын шетелден алдырады. Ақшам болса толып тұр ғой, бірақ қожайындары шеттен алған бағасын екесеге сатып алады. Ал бұл маған бабылат өз бағасына сатады. Не мәселе қайда жатыр? Үлкен холстқа бояу дегенің қырғын келеді. Сатылым бағасымен жеткізіп көр. Енді сіздің тіршілікпен біздікін салыстыруға келмес. Енді сіздер деген банкирдің бәйбішесісіз. Мен ақымақ кезінде соны менсінбей. Банкир болып кететін қайдан білейін тұрсын. Қойш, әзіл ғой, көңіліне алма. Сөйлесуін тоқтатып тұсына өтіп жатқан адамға таңдана қараған, мойын бұра қарағаннан түсінеміз. Ар жақтан алу деген дауыс естіледі. Сурет шайып есін жиып. Жанынан періште өтті. Жоқ, періште өтті деймін. Көздері неткен мөлдір, таза. Ал, кешіш, коляскада отырған сәбидің көзін айтамын. Құдай-ай, адамзат түсінерлік пәктікті тек сәбидің ғана көзінде қалдырған несі? Біздің көзіміз сан қылып кетсе керек, Қош, жұрттың бәрі ақша табымен арпалысса сұлулықты кім жасамақ? Паш шіркін. Сендер құсап супер киінбесек те қатардан қалып жатқанымыз жоқ. Шындығында, мен үшін киім деген тәнді жасыруға арналған шүберек қана. Қымбат ба, арзан ба, табудан қызметі еш өзгермей. Маңыздысы шүберектің астындағы тәнде мән болу. Ешқандай пәлсапа емес, шындық. Тұсынан өткен тағы біреуге қарап қалғанын таңданған көзінен түсінеміз. Ал кешір. Өтіп жатқан адамдардың көздері неге сан болған, Күйеу мен қыз көңілді дастархан жасап жүр. Ал қызым тездетейік, маман келіп қалатын уақыт болды. Папа, мерекенің күніне Мадонна қолданайық. Мадонна? Әлбетте, енді осындайды қолданбағанда қашан қолданамыз?
әкеле ғой, мамаңа бір тосын сый жасап тастайық. Ура, ура, ура! Мадонна мен аш ішеміз. Папа. Иә? Жігітім үйленуге ұсыныс жасады. Солай ма? Солай ма? Папа, не болды тағы да жүрегіңде? Қорықпа қызым. Жай Қоша ханымның есейе күйеуге шығатын кез болғанын байқамай қалғаныма толқып кетсем керек. Оның мінезі сізге ұқсас. Түрі де ұқсайды. Папа, сіз менің бойтұмарымсыз. Ай, қызым, ау, мені қайтесің. Керісінше сен менің бойтұмарымсың. Ал жігіттің жүрегімен үндессе, қызым, келіс. Мына жарық дүниеде мен үшін ең қымбаты сенің бақытың. Рахмет, папа. Мамаңа қашан айтасың? Дипломыңды алмай күйеуге шықпайсың деп, қарсы болама деп қорқып жүрмін. Мама қай кезде де мама. Сені өмірге шынықтыру үшін ұрсады ғой. Әйтпесе сені жақсы көрмегенде кімді жақсы көреді дейсің, қызым? Папа, Мадоннасын менен артық жақсы көреді. Ақымағым менің. Сенен несіне артық көрсін? Жай білдіртпейді ғой. Мамаңмен міндетті түрде ақылдас. Ренжіп қалуы мүмкін. Әрине, айтамын ғой. Әйел кіреді, қыз бен күйеу орындарынан ұшып тұрып, әйелге қарай ұмтылады. О, міне мамамыз да келді. Маматай! Столдағы Мадонналарды бірден көріп, әйелдің түрі бұзылып кетеді. Мамасының түрінен қызы іркіліп тұрып қалады. Мынау не? Мерекең құтты болсын. Бұл қандай мереке? Енді қандай не? Бүгін енді әйелдер күн мерекесі ғой. Сол мерекенің құрметіне саған... Мерекенің құрметіне дейді. Осы елге мерекеге ұстауға басқа тәрелке құрып қалып ба? Енді қай кезде де қолданбақсың енді осыны? Қашанғы сервантта қаланып тұрмақ. Тым құрыса бүгін бір рет тамақ ішейік те. Саған не? Ас үйдегі ыдыс тақияңа тар келіп тұрмайыншы. Енді Мадоннаңды қашанғы сервантта ұстамақсың. Ыдыс деген адамның қуанышты сәттеріне қызмет ету керек қой. Я, маматай, өтінем. Бүгінгідей мерекеде қолданбағанда қашан қолданасың? Жап аузыңды. Мен сендерге Мадоннаны ерекше күні қолданамыз деп айттым ба, жоқ па? Ерекше күні қолданамыз. Ерекше күн дейді. Мың жерден қасиетті болса да түбі тәрелке ол. Мадонна! Не? Жай тәрелке емес, Мадонна! Ерекше күні қолданамыз. Мана мереке қолдандырмайтын сен айтып тұрған ерекше күннің қандай күн екенін білсек бола ма? Қажет деп тапсам, күні туғанда айтам, ал әзірге ас үйдегі тарелкаларды қолданыңдар. Түсінікті ме? Мерекелік дастархан жасамақ болған мен де ақымақ. Ашыланған түріне болайын. Әкел. Үнсіздік. Мадонна. Ақшаң киінген суретші киіміне жұққан майлы бояуды елеместен ойланып жүріп, үлкен холстқа сурет салып тұр. Телефоны шырылдайды. Алло. Сәлем. Енді ояндым дейсің бе? Қонақтан кеш қайттыңдар ма? Онда дұрыс екен. Балаңнан хабар алдың ба? Енді менен гөрі саған жақындау ғой, бір уақыт көңіл бөлсеңші. Сен сияқты бояуға жұмыс істемейін деп шетелді компанияға жұмысқа тұрып кеткелі келуді сиретті. Айтпақшы, келіннің салонына сыйға тартқан полотно ұнап бар? Мен саған шындығында айтады ғой дегенім ғой. Ұнапты деймісің? Иығымнан ауыр жүк түскендей болған. Тым талғампаз. Жастар біз сияқты мұрттың тіршілікті қаламайды. Тез байығанды ұнатады. Ой, сен туралы айтудың өзі күнә. Мұнда мен ғой сол баяғы романтикамнан кете алмай. Өзіме ұнайды. Іздеген неміс бояуын тапқаныма баладай қуанып, бояудың құдыретін білсең, көз алдыңа елестетші, түгі жоқ кенептің бетінде сұлулық пайда болады. Кереметі сол, ол сұлулықты сен саласың. Ғажап,
Иә. Сенің ығырын шыққаннан кетіп қалғанды ұмытып кетіппін ғой, кешір. Қызық. Сенің көзіңнің түсі көз алдыма еш келтіре алмаймын. Қоңыр екен білем, иә, бірақ қанық қоңыр ма, ашық қоңыр ма еді? Неге кеттік деймісің? Неге? Бәлкім бір-біріміздің көзімізге қарамай қойғаннан болар. Мән бермеу қай кезден басталған есімде жоқ. Көздің не қатысы бар деймісің қазір? Иә. Кешір. Суретіме қарап ойланып кеттім. Көзде жасандылық жоғын айтқым келеді. Неге жүрек жылуын таситын құдіретті күш көз емес пе? Адам көзге, көзбен жүрек жылуын таситын құдіретті күш көзбен көретін жайтқа тәуелді. Екеуміз осы жағын ескерпегеніміз неткен өкінішті. Суретіне қарап ар жақтағы дауысты ойлана тыңдап тұр. Келісем. Бірақ мен бір күндік өмірім қалса да сол күнімді бақытты кешкім келеді. Кеткеніңе ме? Жоқ, несіне ренжимін. Махаббат деген ол... Махаббат деген... Өпеткен желден үркіп, ұшып кететін үркек құс қой. Ұшырып алдық. Кетуге күш тапқанына рахмет. Өмірім тап қазір аяқталса ма? Жоқ, өкінбесең. Өйткені қиялындағы сұлулықты салып аяқтап қал. Күйеуі ерсілі-қарсылы жүр. Әйел серванттағы тарелкаларды қорапқа мұқият салып жатыр. Мен сендерге ерекше күні ғана қолданамыз дегенім. Міне, осы күн. Армандаған ерекше күн туды. Қызымыз күйеуге шығып жатыр. Ол үйдің баратын еңді айтамын. Майда балалар бар ғой, Мадоннаны бала шағаның бойы жетпейтін жерге қой, қызым. Жарайды, мам. Жетер. Жетер деймін. Қызым, өтінем. Еш жерге сықитып қоймастан күнделікті тамақ ішуге тұтыншы. Жарай ма? Ол бейшаралардың біздің серванттар жылдар бойы сықиып тұрған жетер. Одан не жамандық көрдің, айтшы. Есесіне міне, қызымыздың тойына сыйлап жатырмыз, қызым. Қызым, есіңде болсын, Мадоннаны көрген адам сені талғамы бар отбасынан шыққаныңды бірден түсінетін болады, қызым, бірден түсінетін болады. Не бәрі қысқа байланған талғам шіркін неткен бейшара. Фәлсапаңды қоя тұршы. Мадонналарым менің. Қызымды қайын жұртының алдында абыройлы еді. Қызым, жаңа жер сынмен қарайды, не киіп, қандай ыдыспен тамақ ішетініне дейін мән береді, түсінемісің сен? Ол адам біздің қандай ыдыспен тамақ ішетінімізді көрсе. Саспа, біздің қандай ыдыспен ас ішетінімізді ешкім көрмейді. Ешкім, ешқашан көрмейді. Суретші әйелдің шеберханасы. Үлкен холстың бетіне көз салынған, үлкен көздерден айналаға бақыт пен махаббат шашырап тұрғандай әсер аласың. Суретші әйел қуанышпен бояп жүр. Алло, сәлематсыз. Тыңдап тұрмын. Журналистпін. Сұраңыз. Кешіріңіз, баруға уақытым жоқ. Көрмеге дайындалып жатыр едім. Телефонмен жауап берейінші. Шабытты қайдан аласыз дейсіз бе? Шабыт. Жақсы ойдан, жақсы көруден, сұлулықтан, өзге жайлы жақсы ойлаудан, өзгенің бақытты сәтін көргенде
қуанғаннан жүрегім бұлқынып аузыма тығылады. Ғажап қой. Кешіріңіз, уақыттың тығыз еді, меніңше осы жеткілікті деп ойлаймын. Неге қарапай? Сонша талдау аз ба? Қызық екен. Мәселен мен үшін өзгенің бақытты сәтін көрудің маңызы өте зор. Адам үшін бақыт сөзі бақытты сәт тек өзіне ғана байланысты жаратылмаған ғой. Сіз өзгенің бақытты сәтін көргенсіз бе? Мән бермегеніңіз өкінішті әрине. Мен көрдім. Бақыттан шоқтай жанған жанардан күллі әлемге жертер тараған лаваны от шашуды, бақытты от шашуды айтады. Бір-біріне елжірей қараған көздерді өзгеге көрінбестей жойқын тылсым тартылыстық. Асығып келе жатып алдынан көлденен шыға келген құмырсқаны басып кетпей тоқтап үлгеріп, үстінен секіріп кетіп артына бұрылғанда қыбырлап ұзап бара жатқан құмырсқаның тіршілігіне қуанған көзді, меніңше айналамыздағы жақсы мен жаманды көретін көз, жүрекке сезімді жетелеуші көз екенін ескерсек, көп адам райхан гүлін тікеніне бола ұнатпайды. Қолына бататын түкке тұрмайтын тікенекке болады. Ал мен ұнатам. Жұпар иісі, ғажайып сұлулығы үшін. Ай-ай, неге дейсіз бе? Қысқа ғұмыр үшін болар. Суын күнде ауыстырсаң да қырқылған гүлдің солып, гүлі төгіліп қалған кезін көргенде ай-ай. Тіптен қиып алмаған күнде де уақыт мерзімі жеткенде солып өзінен өзі төгіліп қалады. Неге солмай жайқалып тұра бермейді екен өзі? Үлкен қорапқа үнсіз қарап әйел отыр. Күйеуі кіреді. Қорапқа таңдана қарайды, әйел үнсіз. Әйел жауап орнына қорапты жаймен ашады. Ішінен Мадонна тәрелкелерді шығарып үнсіз сервантқа жайғастыра бастайды. Күйеу әйелінің қарекетіне үнсіз қарап қалған. Әйелдің терең күрсінгеннен жылап жүргенін түсінеміз. Күйеу аяғаннан айтарға сөз таппай үнсіз тұр. Әйел қораптан соңғы тарелканы шығарып, күйеуіне жалбарынышты қарайды. Мынау не қорап? Күйеуі модадан қалған ыдысты тұтынудың қажеті жоқ. Қоқысқа тастай сал деп. Мадоннаны қоқысқа көз алдыңа елестетудің өзі қорқынышты. Талғамын өл екен. Жарайды. Сұламаш. Қызымыз қоқысқа тастауға аяп, кеп тастап кетіпті. Мадонна модадан қалған. Мен бұған қаншама жүйкемді жұмсап, қанша уақыт кредитім төледім десеңші, түсінемісің, мен ерекше күнім туды деп қалай қуандым, ал ол болса. Жылаған әйелді аяған күйеуі қасына үнсіз барып кеудесіне басады. Әйел Мадонна модадан қалыпты деп дауыстап еңіреп тұр. Үрейленген қыз сілейіп тұрған әкесінің арқасына басын сүйеп жылайды. Папа, енді қайтеміз? Мамам шынымен. Байғұс мамам. Қызым, берік бол қызым. Мамаң көріп қоймасын. Көңіл түсіп кетеді. Дәрігерлер үйіңізге әкетіңіз деген соң. Үйге әкет дегені, демек мамамды құтқару еш мүмкін емес дегені бе? Папа, енді қайттық? Енді қалғаны
маманы қаншалық жақсы көретініңізді білдіру бар қызым. Жылама дейді қызым. Жылағаннан ештеңе өзгермейді. Сен еңбек. Жарайды. Кешкісін келерім. Қызым, сен кешке үйге келме. Неге? Ертең келерсің. Бүгінгі кеш мамаң екеуміздің кешіміз. Стол басында науқас әйел отыр. Алдына алжапқыш байлаған күйеу көтеріңкі көңілмен кіреді. Ақ мамасы қаншама жылдар бойы ас үйге сізді жалдап қойған мәдениетсіздігімді жуып, өзіңіз сүйетін асты бағымен пісіріп қойды. Алдыңызға әкелуге рұқсат етіңіз. Тоқташы. Екі өтінішім бар. Иә, бүйіріңіз. Бірінші өтінішім. Даусыңды сағындым. Баяғы жас күнімізде айтатын әніңді салшы. Таздан тарақ қалғалы, қашан демекші, ән салмағалы. Жақсы, орындаймын. Ал жаңағы екінші... Сосын. Тап қазір ме? Бізде уақыт қалды ма айтшы. Күйеу тосылып қалып, серванттың артына тастаған гитараны алып шығады. Құлағын біраз уақыт реттеп, жөткірінеді. Осы кезде лып етіп, жарығы ұшып қалады. Оппа! Күйеу жүгіріп шығып кетіп, балауыз алып кіреді. Столға қойып, балауызды жаға бастайды. Романтикалық кешке ең басты қажет нәрсе не? Балауыз. Иә, дөп түстіңіз ханым, балауыз. Күйеу балауызды жағып, әндетеді. Жас өмірін, әз өмірін қысқартып, бара жатыр құс қайтып. Махаббаттың сырлы сезіміне толы ән. Екеуі бейне жастық шаққа оралғандай билеп жүр. Бір жау кетіп өте шыққан сөзін есіме әрең түсірдім. Соңғы рет қашан айтқаным есімде жүр. Осы үйге көшіп келген күні. Нені айтасың? Соңғы рет осы үйге көшіп келген күні. Солай ма? Есімде қалмады. Қаншама жылдар өткен ә? Қалай ұмытпағансың? Мен ештеңені ұмытқан емеспін. Сен мені кешір. Сені бәрін ұмытқан болар деп ойлап едім. Кешірім сұраудың қажеті жоқ. Сен мен алғаш кездескен күні бәрішке ақшаң жетпей қалып картошка салған пирожки алғансың есімде ме? Достарыңмен екі размер кіші туфлиін кездесуге киіп келгенсің есімде ме? Ой, оны қайдан біліп қойдың? Әйелдің көзі еш нәрсені қалт жібермейтінін ұмытпа. Кетіп бара жатқаныңда неге екенін білмеймін. Өкшеңе көзім түсіп кетті. Туфлиіңнің қажағаны соншалықты нәскиін қан болып кетіпті. Ал сен болсаң түк болмағандай. Енді қыздың көзінше жыламайтын шығар. Ал сен бар ғой. Тізеден сәл ақ түсетін қызыл көйлегіңмен келесің. Аяқтарың оқтай күшті сүр. Қайдағы оқтай болсын әйтеуір кәдімгі аяқтар. Енді
сол жағын бізден сұраңыз. Қызыл көйлегіңмен жылдам басып келе жатқаныңды көргенде тапа бір қызыл шоқ жанып келе жатқандай жүрегім тарсылдап аузыма тығылды. Нәтижесінде жүрегімді шоқтай қарып түсті. Шоққа қарылғаным соншалық әлі күнге дейін, әлі күнге дейін ғашық. Қаншама жылдарымызды ұрлатып, сүйетінімізді бір-бірімізге неге ғана жиі айтпадық екен, Қажет деп ойламаған болармыз. Айтшы, іздедің бе? Нені? Бақытты. Жаным-ау, несіне іздейді? Бар бақытым қасымда орында. Қызым, сен. Ал мен ақымақ, ылғи іздедім. Жоқ, сені сүймегендіктен емес, мен не іздегенімді өзім де білмедім. Іздегенімнің қасымда жүргенін кеш түсіндім. Шарық Жанат үй орнынан тұрып, гитараны серванттың артына қайтадан апарып қояды. Әйелге жақындап қолын созады. Әйелді жаймен орнынан аялап тұрғызады. Құшып шашынан сүйеді. Күйеуі жылдамдата барып, жарықты қайта өшіреді. Бізге балауыздың жарығы жеткілікті. Қарсы емессің? Ханым, енді екінші өтінішіңізді естісек бола ма? Мадоннаны дастарханға қойшы, тамақ жейші. Ерекшегінді қуалап жүріп, асырдан да қымбат күндерінде өткізіп алыппын. Сенмен кеше. Тосын ұсыныстан тосылған күйеу сервантта қаланып тұрған Мадонна тарелкаларын жаймен алып дастарханға қоя бастайды. Әйел жанған балауызға қарап қалған. Үйленген күніміз есімде ме? Әрине есім. Ол күні сен әлемдегі ең сұлу қалыңдық болатынсың. Рас болғанда қандай. Некеге қол қойған соң есіңде ме? Сен көтеріп шықтың. Қолыма бір қауырсын ұстанғандай сездім. Сен қауырсыннан да жеңіл болатынсың. Батпандай 65 килограмм болатын. Солай ма? Есімде. Есімде тек қауырсын қысқары. Сол сәтте бақытты болғандықтан салмағымды сезбегенсің ба? Мүмкін. Ерекшегін. Не дедің? Міне, бүгін менің ерекше күнім. Қақ ортада ыдыс толы сервант тұр. Соңына картиналар көтерген жұмысшыларды ерткен суретші әйел кіреді. Сервантты ашқанда ішіндегі Мадонна тарелкаларын көріп таңданады. Ұзақ уақыттан бері қонған шаңнан түшкіріп салады. Сау болыңыз. Рахмет. Фу, мына сервант қанша уақыттан бері шүберек көрмеген өзі, Сервантты ыдысымен қоса қоқысқа лақтырып тастаңыздаршы. Суреттерге орын босатайық. Алло. Сенбісің? Сәлем, рахмет. Көрмеге арнайы сатып алған пәтерден. Бірінші қабат. Адамдардың кіріп шығуына қолайлы. Косметикалық тазарту ісін жасасам жеткілікті сияқты,
иесінен тиімді бағаға сатып алғаныма қуаныштым. Жоқ, бос екен. Сервантты қалғаны болмаса, қазір қоқысқа шығартып тастайын. Армандаған күніме жеткенмен қуанғаннан жүрегім жарылып кетуден азақ алдында тұр. Өзің білесің, бүгінгі күн мен үшін ерекше күн. Қашан келесіңдер? Әрине, міндетті түрде күтемін. Шынымен қоқысқа тастайық па бұны? Иә. Қоқысқа тастау керек болса, мен алсам бола ма? Алыңыз. Суретші әйел телефонмен сөйлесуін жалғастырады. Жұмысшы қуана ыдыстарды сыртқа тасып жүр. Қалған жұмысшылар сервантты шығарып тастап, орнына суретші әйелдің нұсқауымен ғажайып суреттер салынған холстарды ақырын іле бастайды. Серванттың орнына ең үлкен холстқа салынған көзді іледі. Ал әйтпесе, мынандай үлкен көзді несіне салған? Көрмеймісің? Мына суреттің бәрінде қалай түсіндірсем екен? Ерекше бір өмір бар. Жарайды, басқаларында өмір бар делік. Мұнда бадырайған көзден басқа не мағына бар? Ал маған өте ұнады. Тіршілікті қадірлеу, білгің келсе өмірге ғашық болу көзден басталады. Қысқасы өмірдің мағынасын қадірлеу көзден басталады. Не деген ерекше күн? Бақытты көздерден қуаныш жасы ыршып түседі. Сахна төрінен мейірім мен махаббат төгілген көз барша адамзатқа бақыт тілегендей қарап қалған. Тағы да таныстырып өтейік. Әйел Жанар Мақашева, Елдар Отарбаев, қыз Арайлы Мұхас, суретші Толқын Нұрбекова, жұмысшылар Алихан және Жақсылық. Рахмет. Рахмет, тамаша. Олай болатын болса тағы да талқылауға көшейік. Байқап отырсыздар, мына жерде менде сая кәсібі өзі келе алмай қалды, бірақ дұғай сәлем жолдап жатыр. Баршаларыңызға рахметін айтып, мына жерде келіп отырып сөйлейін дегендер бар екен. Рұқсат. Өзіңізді таныстыра, қаттырақ алсынша. Естімейді микрофон. Дина Иманбаева, драматург Сая Қасымбек апайымыздың шығармашылығындағы негізгі тақырыптардың бірі әйел тағдыры, әйел психологиясы, әйелдің мінез-құлқы. Бүгінгі ерекше күн арқылы болып отқан пьесасы да осы тақырыпқа арналған екен. Көз алдымыздан қазіргі тұтынушылық қоғамның көріністері, вещизм, затқа табыну, тіпті әлеуметтік өмірді де қаузап өтіпті. Әйел мен күйеудің арасындағы қарым-қатынас, отбасындағы шығармашылық адамның жан әлемі бәрі көз алдымыздан тізіліп өтті. Жаңағы Мадонна деп әйел бас кейіпкер әйелдің тарелкаға табынуымен суретші әйелдің алдындағы бояуларды құдірет көріп, соған табынуы және жанынан өткен адамдардың көзіне үңіліп, олардан бір керемет адами қасиеттерді, сезімдерді көруі екеуінің арасы жер мен көктей екенін көрсетіп тұр. Маған өте ұнады. Актерлардың оқуына сөз жоқ, керемет. Кәсіби актерлар әрине алдындағы жаңадан бастаған драматург пен мен Саяпай қалыптасқан драматург қой. Екеуінің арасындағы нені көріп отырмыз. Сондай-ақ апай жаңағы психологиялық параллелизмдерді керемет шебер үйлестіріп жіберіпті. Енді алдағы уақытта бұйырса үлкен сахналық қойылым ретінде көруге асығамыз. Мен көрермен ретінде пікірім. Рахмет сіздерге. Микрофон алып. Анар Ертебай.
қайырлы күн. Енді саябағымыздың бұл жұмысын басқа да жұмыстарын білеміз ғой. Шынымен де бұл кісінің драматургиясының негізгі ерекшеліктерінің бірі де әсіресе соңғы кездері жазып жүрген пьесаларының. Бұл кейіпкерлердің аздығы, пьесаның ықшамдылығы сонысымен ерекшелеп отырады және сіз айтқандай, иә, шынымен де осы әлеуметтік мәселелерді көтере отырып, негізгі тақырыбы бұл әйелдердің мінезін, психологиясын ашу болып отырады. Ерекше күн мен де оқыған кезде бұның алдында маған өзіне қатты әсер етті. Біріншіден енді жаңа басында Амангелді ағай айтып кетті ғой, қазақ тілінде 26 пьеса келді үстіге. Енді барлық дерлеген 26 пьесаны оқымасақ та, енді өз басым сол тең жартысын оқып шықтым. Солардың ішінде мысалы мен өзімнің тыңдауым осы ерекше күнге түсті. Өйткені біз жалпы фестивальдің өзі негізгі тақырыбы бүгінгі күн мәселесін, бүгінгі тақырыпты көтеру болғандықтан, енді біз сол жағынан да қарауға тырыстық пьесаларға. Бізде драматургияның көбі, мысалы, барлығы жаңа пьеса дегенде, жаңа драма дегенде, дәл қазір мен кеше ғана жазылып біткен пьеса деп есептейді де, сондай жұмыстарын жіберіп отырды. Ал бұл жерде бүгінгі күн тақырыбын, бүгінгі замандастарымызды көрсететін пьесалар өте аз ғана саны жағынан аз дау болғанын және енді болған күннің өзінде де сапасы жағынан да бір кішкене төмендеу болған дүниелер өте көп болғанын біз енді байқадық. Оны да өзіміз бақылаған кезде бірінші айтып өтті. Ерекше күннің маған әсер еткені өзіме біріншіден осындай тақырып шынымен де әр адам үшін өзінің бір ерекше күні болады. Бұл үшін бұл үлкен бір армандарын, тілектерін орындайтын бір үлкен алға мақсаттарды соған жетуді армандаған күндерін ерекше күн десе, екіншілер үшін жай ғана қарапайым заттардың өзі де ерекше күн болып отыр. Мына жерде үш адамның ерекше күнін көрсетіп отыр. Біріншіден сол әйелдің Мадонна ұлысына шынымен де соншалықты бір қабылшылықпен қарауы. Оны мүмкін қазіргі жастар көбі түсінбейтін де шығар. Дегенмен де егер біз өзіміздің ата-аналарымызды есімізге түсірсек, совет үкіметі кезінде көп заттар мысалы қол жеткісіз болғандықтан, олар мысалы оны алып қояды, оны жоқ, бұны біз ерекше күні қонақтар келгенде, сен тұрмысқа шыққанда дегендей нәрселермен шыны қылып қоятын күндер болды. Тіпті әлі күнге дейін мысалы осы оқып отыр, енді ассоциациялар көп тудырып өз басында. Бізде мысалы жалпы бұл бізге енді қазақ халқына жат нәрсе, менталитетімізге осындай бір жат керісінше жақын нәрсе. Тіпті тәтті тамақ, тәтті кәмпит әкелген күннің өзінде балаларға бермейміз, қонақтарға деп отырамыз. Бұл бізде әлі күнге дейін ондай көп үйде кездесіп жатады. Яғни біз тағы да сондай бір кішкентай ұсақ-түйек нәрселермен сол ерекше күнімізді күтіп отыратынымызды байқатып отырамыз. Сөйтіп ана әйелдің де осы Мадонна ұлысын соншалықты әлпештеп артында тұрмысқа кетіп бара жатқан қызына суретші әйелдің де өзінің ерекше күнін күтуі. Мысалы, ол керісінше осы тұрмыстық жағдайлардан алыстап кетіп, керісінше ол өзінің жеке өміріне, өзінің сол шығармашылық жағынан өзіне өте үлкен мән беріп, адамдардан сол көздерінен үлкен ойларды, философияны іздеу, соны үлкен мақалаларға шығару, оны көрме қылып жасау, осының барлығы сол өткен ерекше күні және сол ерекше күніне ол ақырында жетіп отырады. Және үшінші ерекше күн күткен болғанда басына түскен адамдардың бірі аяқ астынан қарапайым жұмысшы болып шығады. Ең соңында ол да сол Мадоннаны көргенде, мысалы, суретші оған мән бермейді, ал ана жігіт оған мән береді. Өйткені Құдай біледі, оның өзінде де әйелі сол Мадоннаны армандап, Мадоннаны аңсап отырған шығар. Сондықтан ол үшін де және ол сол тысқа барғанда әйелі үшін де бұл кәдімгідей бір ерекше күн болады. Сондықтан енді осындай былай қарағанда өте кішкентай тақырып.
сонымен қатар енді бір үлкен әлеуметтік мәселе де көтеріліп отырған жоқ. Бірақ осының түпнұсқасында шын түптеп келгенде кәдімгі біз күнделікті әр адам күнделікті кездесіп отыратын, күнделікті көріп отырған нәрселерді біз де байқаймыз. Сіздерге үлкен рахмет, бүгінгі өте жақсы оқылым болды. Мен өзім оқығанда кішкене басқа интонациямен, басқаша оқыдым. Сіздер оқып отырып, кәдімгі көп ойларға жете бердіңіздер, және шынымен де бұл дүниені менің ойымша сахнаға шығаруға болады. Өйткені бұл жерден әртүрлі дүниеге жақын, таныс нәрселерді барлығы көрсетуге. Және бұның алдында тұтма туралы бір ауыз сөз айтып кетейін. Жалпы сол тұтмаға да осындағы айтылған ойлардың бәрін толығымен келісемін. Сонда қысқа дүниеден енді комедиялық элементтерді шығаруға көздедім деген сөзді айтып отыр ғой драматургтың. Енді бірақ бұл жерде өзім енді шын керек сол бұл жерде Мольерді де есімізге түсіріп жатырмыз, иә. Бәрі қазіргі комедияның негізгі майталманы болып айналған осы қазақ сахнасының көп түспей жүрген көне шығармалардың көмейдің да әсерін байқауға болады. Ол дүниені енді сол драматург болса ол жерде өзіне де айтушы едік мүмкін. Енді жеңіл жазылған драматургтың кейбір потенциалы бар. Ары қарай да егер драматургиямен айналысса, үлкен бір дүниелер шығарады деген ойдамын. Өйткені диалогтардың құрылуының өзі сол тұтмадағы сол бірінен бірі алып кететін сол сөздердің өзінен өте сондай живой диалогтың өзі өте жақсы жасалған. Шынымен әрекет жоқ, тез басталып, аяқталуы да сондай тез болды. Және мен бұл жерде енді пьесаларды тыңдаған кезде де бірінші өзінің пікірім көңілға ұқсатпай, бұны все-таки біздің кішкене біз өзіміз қазақ драмасын алға тартып отырмыз. Қазақ драматургиясын шығарғымыз келіп отырған кезде, оны да осы кішкене менталитетке сайғылып, сонымен қатар географиялық жағында, сол әлеуметтік жағында сол бізге өзімізге жақындауға жасаса, сонда да көрерменге де жақынырақ болушы еді, түсінікті болушы еді, және қызығырақ болушы еді. Сол айтатыным осы. Рахмет. Жігіттерді шынында оқыватқан кездері осындай оқығандарымыз. Анардың әңгімесінен кейін тағы да есіме түсіп кетті. Біз 85-86 жылдары Германияда бар, ол кездері кеңестер одағы, гастрольмен бар, опера театры бар. Бірінші ал шетелге шығуы. Жаңа Мадоннадан шығып отыр ғой, сонда бізге 30 рубль ғана аударды да, жаңа біздің рубльмен 30 одан артық берілмейді ол кезде. Бізбен жүреді жаңағы. Бардық Германияға, әлі кеңес үкіметі. Содан жұрттың бәрі жаңағы 10 рубльге ма, деді сол маңайда Мадонна сатып алып. Құдай-ай, бізде 80 адам хор, балет, оркестр, 300 адам бар. Сонда білмеймін жартысы әйелдер жағы әсіресе. Мадонна қалап қайтты да жарды қарап көрді. Сол есіме түсірді, шынында да бұл сенмен әйелдер дейді. Біздің қазақта Мадонна емес, біздің қазақта енді сондай күмістірезі ападан қалғанда өзінің қызына ұзатып беріп отырады, сандыққа салып қойған. Анау әжемдікі деп енді ертең саған соны жол берсін дегендей үлкен әже болды. Сондай енді мынау шынында заманның несі өзі сондай. Енді Сая Қасымбек шынында жаңа дұрыс айтып отыр, жастарға білмеймін, мына жерде жастар отыр, бұларға түсініксіз да Мадонна деген нәрсе. Айтатындар салдар болса да. Біз жеңіспіз, мақтар болғанымен келсем. Біріншіден, мен Сая Қасымбек апайды өте жақсы танимын. Ол кісінің 6-7 спектакль қойған, және мен ол кісінің тағдырын жақсы көрдім. Ол кісінің таңдағаны жақсы көрген шығарсыздар. Меніңше мына пьесаны Сая апай өзінің ішінде тағдырына тамам жақын болған секілді. Өйткені ол кісінің болмысы жалпы кезінде Райбек Сейдімбекпен бірге қаншама пьесалар сахнаға шығарды ол кісі. Сонымен қатар бұл жерде бір қазақтың сонау ертеден кетіп бара жатқан ананың қызға деген тәрбиелік мектеп жатқан секілді. Өйткені Мадонна ыдыс болғанмен де салыстырмалы түрде алып қарағанда ана үшін Мадонна ол қыз болуы мүмкін. Саяқ болған күнде ол қыз болуы мүмкін. Қызының күйеуге шығатын уақыт келді, әкесі айтты, жоқ, қызым бұл күйеуге шықпайды.
басқа күнде күйеуге шық, басқа маған күйеу бола алмаймын. Екінші күнге жоқ, екінші күнде күйеуге шық. Қыз яғни кредитті төлеген кредитті қызына берді, өмір бақи тәрбие істеп кетті да. Сол авансы. Сол қызын солай тәрбиелеп өсірді, сөйтіп кетті, ақыр аяғы қызын тұрмысқа берді, соңында не ыдыс-аяқты неге алып кетті дейді. Өйткені қызын бағашламады, қыз қайтып келді. Ал әйел сол қыз деп ойлайды. Өйткені армияға әке де жоқ, шеше де жоқ, ары өмірінің өзінің бағын таппады, бағын таппағаннан кейін жаңағы өзінің сүйреткен жолына түсіп, өзінің ой қиялымен сөйтіп өзінің әлгі жалғыздық болып қалған секілді мынау әйелдердің анадан балаға берген династиялық не болып линия болып кеткен секілді мен солай қабылдадым өзім. Ол Мадонна ыдыс-аяқ болған күннің өзіне ол қызын Мадоннаға беріп кетуі мүмкін. Ол ыдыс-аяқ деп алған кезде айнасы шағылып та қалды, жаңағы әйнек ыдысы шағылып та қалды, қызың тағдырын құлдалған болды. Ақыр аяғында жалғыз суретші болып анда бір ауырады, анда мында бір көңілденісі сөйтіп жаңағы жұмыс істеген. Былайша айтқан кезде қыздың бойына ана более жаңағы объемный нәрсені үйттеп тастап, более жаңағы мойнына алып башылықты міндет үйттеп тастап, өмірде қызы өзін ойлағандағындай Мадоннадай бола алмады. Өз өміріне кетіп қалды, ары қарай қызы жол болмақ деген. Мен соған келтіріп отырмын да жалпы. Мүмкін күрделі ойлап тұрған шығар, бірақ маған пьеса солай көрініп отыр. Актер ретінде мен өзім солай көріп отырмын. Kardan mikrofon. Жастар, бар ма жастар айтатын? Олай болса актерларға берейік та. Актерлар не екен? Рөлді сезінген орындарға толтырған. Biz bugün оқыған Саяқасымбек апайымыздың пьесасы. Сен жалпы соны бір дайындық жасаған жоқпыз, бір өзіміз оқып шықтық, түсіну үшін. Әр адам өзі жеке-жеке үйінде қарап шықты, содан кейін бүгін ортақ ойларымыз қалдық та. Содан кейін мінекей бүгін енді барлығымыздың ойымыз деп білесіздер ондай, бір мынандай жалпы пьеса бір психологиялық жағынан ашуға бір жақсы дүние сияқты да. Жаңа Анар апай айтады ғой, бір көтеріп отырған проблема ондай үлкен емес, но бірақ соның ішінен де бір колоссальный эмоциялар, сондай бір перипетиялар прям шығаруға болады да, событиялар. Бірақ мен мынандай ойларға келдім, өзім үшін түртіп алғам жаңағы оқып отырған кезде. Мысалға жаңағы суретші әйелдің айтып отыратын келініме жаңағы немен сыйладым? Полотно сыйладым, балам бірдеңе еттім, вот сондай бір артық линиялар кездескен сияқты менің ойымша. Мен енді обязательно бүгін читко өткеннен обязательно Саяпаймен жаңағы сөйлесіп, сондай өз ойымды білдіремін деп ойлаймын да. Келіні мен баласы деген линия қосшы, ол басы басталып, аяғы жоқ линия деген сияқты. Сосын жаңағы суретші әйелдің сондай бір жақсы келе жатқан линиясына бай әйелдердің жаңағы азық-түлігін таситын суретші әйелге соны кірістіріп жіберу, менің ойымша сондай бір артық линия сияқты, бір басқа информация, тұрмыстық бытовой линиялар кіріп жатқан сияқты да. Ең самый маған ұнаған нәрсе ол мысалға екі әйелді парадокс ретінде алғанда контраст. Ана әйелдің жаңағы бір нәрсеге жаңағы жабысқа оған ерекше күнін күтіп, өмір бойы күтіп жүргенде, ол ақыры сол өлетін күні оның ерекше күні болып шықты да. Былайша айтқанда бүкіл уақыт өтіп кетті. Ал жаңағы суретші әйел ол каждый жаңағы бір, может, мән бердіңіздер, бермедіңіздер, бірақ бір адамның көздерін көру, базарда өтіп бара жатқан адамдарды тоқтап қалу деген сияқты сондай бір маңызды дүниелерді жазғанда, бірақ ол суретші әйелдің үлкен андай бір ұзақ монологының арқасында может быть көрінбей қалған шығар деп ойлаймын да. Бірақ сондай бір жақсы бір линиялар шыққан, адамның көзін көру, жақсылықты көру. Мен айтады, мен жақсыны көре білемін. Жаңағы көп нәрсені жақсы сүйсініп қарайды да, мысалы, оған әр күні оның ерекше күн. Жаңағы контраст, ана әйел, ол жаңағы әр күнде бір ерекше күн күтіп жүрген сияқты. Сосын мен ойлаймын, еркектің линиясы еще больше ашылса ма деп ойладым да, оның жаңағы әйелін тек қана бір жақтап, әйеліне жаңағы жұбатушы ғана ретінде қалып қойған сияқты көрінді.
Одан кейін жаңағы суретшінің бір трагедиясы бар сияқты да, әр жағында түбінде жаңағы айтады ғой, махаббаты, күйеуін тастап кеткен бір сондай бір трагедиясы еще больше алдыға шықса ма деген сондай бір ой қалды. Одан кейін біз жаңағы өмір бақи телефонмен сөйлесіп отқан кезде, бұл біз личный жаңағы бірінші рет оқыған кезде бізге ойымызға келген нәрсе да, тек қана телефонмен ғана сөйлесіп, телефонмен кіммен сөйлесіп шығу ол белгісіз, телефонмен сөйлесе береді. Біз соған қарағанда бағана бізде ондай ой болды, пікірталас. А может быть, ол кішкене жаңағы жалғыздықтан кішкене болады ғой әлгі ауытқыған адам сияқты, өзімен өзі сөйлесіп жүрген адам сияқты, картинасымен ауырып, өзімен өзі ауырып жүрген адам сияқты жаңағы. Тек қана картина, оның өмірі картина, өмірі сұлулықты көру, ол сонымен ғана ауырып қалған адам ретінде алса, мүмкін еще больше тағы да ашыла түсер ма деп ойладық та, сондай, может быть, егер спектакльді қойсақ, мүмкін жаңағы біз толқын екеуміз айтып отырмыз, мүмкін біз оны жаңағы телефонмен ғана сөйлестіріп қоймай, ол чисто жаңағыдай бір үлкен пространствода, комнатасында тек қана өзі и өзімен өзі сөйлесіп, сол ауыр тема деп ойладым зрительге. Сосын жаңағы жетпей қалған нәрсе, әйелдің аяқ астына ауырып қалғаны бір причинасы тез. Ана жаңағы жағдай болды, и резко әйелі уже больницада жатыр деген. Соған бір кішкене келу керек сияқты болып қалды. Одан кейін жаңағы бір дауыстар деген нәрсе болды. Біз енді егер спектакльді қоятын болса, ол дауыстарды алып тастап, шынымен бір диалогқа әкелуге бола ма деген сияқты ойға келді. Сосын ерекше күн туралы ең бастысы бұл жерде ойлаймын, пьесаның ең мықтылығы сонда ерекше күн деген. Сол ерекше күнді біз әрқайсымыз күтіп жүреміз. Вот сол күту, жаңағы Годоны күткенде күту сонысы мен өте пьеса қатты ұнады. Сосын менің ойымша, егер спектакль қойылса, жаңағы әйелдің өлгенін көргіміз керек та, ол қалай жаңағы ерекше күнді күтіп жүріп, аналардай сразу туризмді күтіп жүріп, ерекше күнді күтіп жүріп, соны жете алмай соған өліп кеткеннен кейін жаңағы мысалға ойладық та, и бір күйеуі жаңағы неге келді ғой енді, үйді сатып атқан сияқты маған сондай ощущение келді мен. Как будто егер спектакль қойсақ, мүмкін жаңағы ерекше күнді күтіп жүріп әйелі қайтыс болды, оны біз көрсеттік зрительге. Содан кейін барып жаңағы күйеуі үйді сатып жатыр ма, и жаңағы уже үйді алып алған суретші әйел келді да, вдруг айтты жаңағы мына қоқысқа лақтырасаң да, оны жұмысшыға лақтыра салдық та біз. А соны мысалға егер күйеуі естіп тұрса, сол жағдайды болып жатқан, әйелінің қанша күткен сол ерекше күні, сондай қастерлеген Мадоннасын барлығын просто бір адам келді да мусорға лақтыра салды, и олардың өмірі осылай мән мағынасы өтіп кеткен. Сол еркек көріп, соны осознавать етсе, мен ойлаймын да, өйткені еркектің несі жаңағы ашылмай тұрған трагедиясы ашылады деп. Ең соңғы нәрсе біз ойладық, тарелка. Мадонна сондай ерекше бір тарелка соны күтті. Бірақ тарелкадан басқа сондай ерекше не болуы мүмкін деген ойға қалдым. Объемны алу үшін тарелкадан басқа тағы да не қымбат болуы мүмкін деген ойға келдім. Оны әр зритель ойланып, егер ойларыңызды айтсаңыздар, вдруг біз жақсы шешімін тапсақ, мүмкін шынымен де біз ойлап қалдық, бір театрдың малый залында қойылатын бір жаңа новая драма дейді ғой, вот сол жақсы сияқты мысалға мен әртүрлі мысалға Әлішер Рахаттың болсын, жаңағы туған күнімізбен анашым, сондай жақсы пьесалар келіп отыр, жаңағы Данияр бір үлкен пьесаны қазір қалап жүр. Сондықтан мен ойлаймын, сондай жаңа драмалар бізде көбейе түседі деп ойлаймын. Сондықтан мен ойлаймын, пьеса өте жақсы, тек қана осындай тереңдетулерді жұмыс деп ойлаймын. Рахмет. Менің толық ерекшелігім болып тұр, шын айтып кеткен. Мынандай талқылаудан кейін, мынандай оқулықтардан кейін шындыра біздің біздің мақсатымыз осы болатын. Осыдан 4 жыл бұрын бастаған кезде қазақша драматургтар санаулы болатын. Жаңағы айтып жатқан, ортасынан жатқан осы 4 жылдың ішінде жаңағы 71 рекордтық көрсеткіш жатқан, енді басым бөлігі шын айтып кеткен осы авторларда. Біздің қазағыда, ұйғырда, басқа ұлттың өкілдері осы бәрі де орысша жазады. Қазақ тілі драматургия өкілдері дамымай жатыр, оны жасай алмай жатыр. Бүгін біздің жаңағы кімнің әңгімесі туралы бірге айтқан кезде шынында да осы мәселе.
Бірақ байқап отырмын, тенденция бар, жастар бар. Тек қана мына Данияр отыр ғой, басқа театр адамдар. Мынау біздің театрларымыздың өзінің музей лабораториясы, драматургтың лабораториясы болмаса, бәрібір дейтін түрі бар сияқты. Себебі жақсы жазатын балалар бар, бір көрінісі жалт етіп, содан кейін жоқ болады. Себебі оны телевидение тартып кетеді, оны киностудия тартып кетеді, сценарий жазғанда, сериал жазғанда. Олар жай редактор болып отырса да ақшасын жақсы алып жатыр. Әрине, мынау театрда жазғаннан кейін Данияр оны қабылдай ма, фақат оны қоя ма? 5 жылда анасы да бүгін бір ойды жазып бердім, анау еркін ағамыз дейді, кезінде алған дейді. Жазып бердім, қоямыз деп алған дейді, бір жеңімпаз болған. Одан кейін мына жаққа кетіп қалды, одан кейін тағы бір келді, то есть уже несі де жоғалып кетті. Мен сонда да театрдың несі өте қиын, сонда да ауыз қалай болды? Ол әрине жазды, қозы несін, қарагөзін жазды, бәйбіше тоқалын жазды. Бірақ негізгі жазған кезі 8 жыл аралығы түрмеден келіп, осы академиялық театрға әдебиет бөлімінің меңгерушісі болып отырған кездер. Жылына бір пьесаны жазып отырды. Заказбен жазды, адам заказ, сол кезде госзаказ болды, идеологиямыз. Но заманда шығару керек болды. Сәтті деп айта алмаймын, бірақ ауызы осы жерде өндіріп жазды. Сондықтан да біздің театрларымыз, егер лабораторияны осындайға өткізетін болса, енді қажет жоқ даже көрермендер шақыру, но бірақ өздеріңіздің іштеріңізде, өздеріңізге керекті пьесаны анасы алып келіп жазып бересіздер. Любой, мысалы қазір алатын жоқ, опера театрының репертуарын алып қарап, үлкен театрлардың репертуарын алып қарайтын болсақ, бәрінде де осы тапсырыспен жазды. Мынау тақырып керек. Жүргенде солай істеді ғой, мысалы келген кезде 30 жылдары. Мүсірепке мына тақырыпты алды, бір айдың ішінде мана пьесаны беріп отыр. Мәселен, Айман Шолпандағы репертуар керек, театр ашылып жатыр, бітті. Ал осы Айман Шолпандағы тек филолог ретінде зерттеген, әдебиеттанушы. Бірақ пьеса жазып бердік, әдеби бұл жағы. Сондықтан да мынау басшылардың қолдарын артынсырға ойлаймын, тек қана мынау драма емес, драма кезет емес, басқа театрға араласу керек, сол өздеріңіз сияқты талантты орындаушылар. Жаңа мен қаншама ой айтып жатсың, режиссер ретінде сен қазаншысың енді, қайдан қойып шығарасың, осы аяққа көйледі оған. Біздің басты неміз ерекшелігіміз. Мынау драматургтар біздің бәрі жұмыс істеуге дайын, режиссерлер. Мен білемін, мысалы, Дулат ағам, бұлқан-талқан болып ашылғанын, соңғы Маржанның несі туралы спектакль қойған кездері. Естіп берді? Занавеске уже маусым бітетін кездер сол ауыз театр қойды сол премьера. Қоймай қалды, премьера болмай қалды. Ауыз театр басқа бірдеңені жапты да, сонда сколько лет, получается, маусым. Но сол Дулат ағамның кездесіп сұраған кезде айтқаны, мен дейді, осы жасқан келіп жетпіске келді, мен дейді, бәрі жүректен өткізіп жазын дейді, Маржанды дейді, жан жақты дейді, мен бәрі құжаттар тапқардым. Олар театр қойған кездері білесіздер, Кенбайға қойған сол кездері. Сол айтып, не істеп қойған дейді, мен дейді, бүкіл менің дейді ойымның бәрін ішін шығарды, мен келістер, жаттап қыстады. Кейін алмалы қайта қойды, онда да болған талқын келісті, но айтайын деген. Мынандай үлкен классик біздің ағаларымыз әрине бір сөзін алып тастаса өлету келеді. Но бірақ бүгінгі біздің драма кезеттің басты несі бізде автор жұмыс істеуге дайынсыздармен, режиссерлармен, көркемдік жетекшімен, театрдың жалпысында сіздерге үлкен алғыс айтамын. Ойлаймын, осы жерде де бір үлкен лаборатория болса, жастарға керекті тақырып, мынау актуальный тақырып. Айтып отырмын, біз тек қана гигантоманияға ұрынып кеткеніміз, бұл кеңестен қалған емес. Қайткенде де біз байды, сұлтанды, ханды шығарсақ, батырды шығарсақ, бізге сол не болды. Но бірақ кішкентай адамның өмірі, бүгінгі замандастың өмірі осындай. Кішкентай адамның қандай жүреді болсайтын нәрсе. Сондықтан ойлаймын, жаңағы айтқан идеяларыңызбен толықтырып кететін болсаңыздар, сахнаға үлкен өз сұранып тұрған пьеса болады ойлаймын. Тағы сөйлейтін tema terus айтамыз дедіңіз. Микрофондан. Тақырып мен сіздің жаңағы бір пікіріңізбен келіспесем, суретшінің жаңағы азық-түлік тасып жүрген бұл қоспасы екен дегеніңізде.
Біз деген интеллектуалдық еңбек бағаланбайтын елде тұрамыз ғой. Жаңағы биік өнер, мысалы суретшілердің еңбегі керемет бағаланады, суретшілеріміз ауқатты тұрады деп айта алмаймыз. Олардың көбісі жалпы шығармашылық адамдарының бәрі дерлік қосымша жұмыс істейді, өзіміз де сөйтеміз. Сондықтан да жаңағы деталь керісінше өте керек деп ойлаймын. Қазіргі біздің Қазақстанның жағдайында өте керек. Саяпай оны бекер қосқан жоқ. Саяпайдың өзі бүкіл республика сахналарында пьесалар сахналанып жүрсе де болмашы жалақыға өмір сүретінін өзі де жасырмайды. Сондықтан да өзінің өмірінен, өзінің тағдырынан, жалпы Қазақстанның әлеуметтік өміріне қосқан бір шешімдері деп есептеймін. Сондықтан да жаңағы пікірге айтып жатқаным ғой. Сосын маған ұнаған жаңа айтып кеттім, соңғы финалында құстар әні, сосын жаңағы көз, сосын құстар әні, көз, сосын балауыз. Сондай бір символдық белгілер болды да, өмірдің мәні мен мағынасына терең шақыратын. Сол жері өте ұнады. Рахмет. Peki o söyledim, değerli kış, kıymetli әріптестер, университет қауым. Біріншіден өзім біздің әріптестерімізге көптен рахмет айтамын. Фархат Нұрали газетінің режиссерім де бұның барлығы жасалып жатқан жағдайлардың барлығы тек театр үшін. Біз театр жақсы көреміз, жандарымызды сүйеміз. Сондықтан барлық адамдарды осыған шақырамыз. Біздің бар ниет тілегіміз осыған келеді. Әр адам жүрегінде театрды сүйсе екен, қадірлесе екен, бағаласа екен деген оймен. Драматургтардың, мысалы жаңа қазіргі айтамыз, современный драматургия дейміз, мен мысалы Россияның 2015-2016 жылы 2017 жылы осы драматургиялардың барлығын оқып шықтым. Келесі жылы 2 жыл оқымадым. Бірақ ол жерде бір өзінің тоқталатын жерлері бар, ұнататын жерлері бар, келіспейтін жерлері бар. Біздің қазақ драматургиясы мен онымен өсіп келе жатыр, өркендеп келе жатыр. Егер біз осындай жобалар жасамасақ, ондай жобалар жасалмаса, біздің драматургия өспейді. Әрқашан жоқ, бізде өсірліктен басқа, өспен басқа ешкім жоқ деп айтыла береді. Сондықтан мен бұны құптаймын, әрқашан өз қол ұшын беремін, бірге боламын сіздермен бірге, жас драматургтермен. Мен Америка басқа драматургтердің қатты желісіне кетіп қалған ештеңе жоқ. Асылбек Ихсанның да драматургиясын қойдым, қазір құдай қаласа. Ахмоншақ Ахметтің де драматургиясын қолға алып жатқан жайым бар. Фархат та мысалы қазақ драматургиясымен кірісіп жүр. Сондықтан да біз қазақ жастары, қазақ өнеріндегі жастар қазақ драматургиясын көтеруіміз керек деп есептеймін. Рахмет сізге. Осы әңгіме келген адамдар бар. Өкінішті азбыз, бірақ біз көбейеміз. Бәрекелді. Осы жер. Ал рахмет сіздерге. Жаңа айтып жатырмыз ғой, Данияр айтып жатыр ғой, мен просто мына жерде тек драматургияны сүйетін адамдар келгеннен кейін құлақ сәт салайын деп отырмын. Біз жаңағы Амангелді аға айтып отыр ғой, жаңа қойылу керек. Шынымен де қойылу керек, бірақ біз де бастап жатырмыз да. Мысалға жаңағы өздеріңіз білесіздер, біз старт драмалық театр лабораториясы бар. Жаңағы өзге эпиктегі Мақпал Жұмабайдың өнер кеңістігі бар жастарға арналған. Сол жерде біз мұны 1 ноябрь күні Әлішер Рахаттың туған күнінен ашып, осы драма KZ-тен шыққан пьеса. Сол пьесаның жұмыс барысын бастап жатырмыз. 10 ноябрьде Данияр сол жаңағы пространствода, жаңағы өзге пространствосында, жаңағы Ахмоншақ Ахмет пьесасын бастап жатыр. Сондықтан біз ол жерде осы алдағы 2 жылда біз енді Данияр екеуміздің жаңағы бір пландарымыз бойынша ойлап жатырмыз да, алдағы 2 жыл біз тек қана ол жерде біздің қазақ жас драматургтарының пьесаларын сахналайтын жерде. Сондықтан мен ойлаймын, осы драма KZ-тің бүкіл жаңағы серпілісінің бастауымен жаңағы біздің жас режиссерлар қолдап отыр. Өйткені ол жерде тек қана екен, басқа да мысалға көп режиссерлар тартып жатыр. Сондықтан алдағы уақытта бұл драма KZ өз жемісін беріп жатыр дегендей. Рахмет сіздерге. Бәрекелді, рахмет. Осы драма KZ-тің жалғасы Мұхтар Әуезовтың әдебиет және өнер институтында Әуезовтың музей үйінде жаңа пьесалардың оқылымы дегенде жалғасын тауып жатыр. Мұнда да талай авторлар оқылды, 10 шақты карантин келген сондықтан осылай жалғасын таба береді ғой деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Авторға Сая Қасымбекке ерекше күн пьесасы үшін сертификат.
Драма кезет 2020 заманауи драматургияның 4-ші фестиваль байқауының жеңімпазы ретінде беріледі. Ерекшелік пьесасы сертификат туынды драма кезет 2020 заманауи драматург фестивалі пьесалар жинағына орналастыруға құқық береді. Мынау сертификат. Бұл ай-кітап дүкені электронды платформасында жарияланады дейді. Мынау сертификатты киномесі береді, әлде өзі береді? Сая Қасымбекке. Өзінде болсын, жарайды, өзімнен келіп алып кетсін.